детектив Стентон және де екі полицеймен бірге балалардың өлігі жатқан жерге келіп көрсетуді сұрайды. Олар балалардың сүйектерін көріп, детектив полицейлерге тексеріс шақыруды тапсырады және де Гордон Стюарт Норденді тексеруді тапсырады. Дәрігер әйелге қағазды қол қоюға тағы да ұсыныс жасайды. Әйел тағы да бастатқан соң, оны қинауға тағы да әкетеді. Бірақ бұл сәтте Густав келіп, ол дәрігерлерге мақаланы көрсетіп, терапияны тоқтатқызады. Сосын әйелге бос екенін айтады. Густав медбикеге әйелге не жасағандарын білу үшін запистерді сұратады. Кристен көшеге шыққанда газет сатып, соңғы жаңалықтарды балалардың өлімі туралы айтып тұрған баланы көреді. Жоғары басшылық полицейлері капитан Джонсқа өзінің кінәсін мойындап, шуды тез басу үшін берілуін талап етеді. Бұл уақытта детектив Уолтер болып ойнаған баладан шын мәнінде кім екенін сұрайды. Кристен кінәлілердің арасында, соның ішінде полицейлердің жазасын беруді шешеді. Густав Кристенді адвокат Ханға